Құрметті оқушылар, мәтінді мұқият тыңдап алыңыздар. Содан кейін төмендегі тест сұрақтарына жауап бересіздер. Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті ана қыран өмір сүріпті. Өзгелерге өрлігімен өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандардың қанаттары қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда, бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатып, ол өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып, былай деп сұрапты: «Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскесін осының өтеуі ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар?» Біріншісі айтыпты: «Анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма мінгізіп алып жүрем. Дүниенің 4 бұрышын түгел аралатам. Таңғажайып тамашаларды көзіңмен көретін боласың». Бүркіт басын шайқап, уысындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Бірінші балапан теңіз тұңғиығына батып кете барыпты. Сосын екіншісіне бұрылып: «Ал сен не айтасың?» депті. Екіншісі айтыпты: «Анашым, мен сені ел аралатып, босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметтері мен қызықтарын алдыңа келіп берем. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады». Бүркіт тағы да басын шайқап, уысын жазып жібергенде, екінші балапан да біріншінің соңынан кете барыпты. Бүркіт үшінші балапанына бұрылып, жарықшақ толы дауыспен былай депті: «Ал сен мені қалай жарылқамақсың?» Сонда үшінші балапан былай деп үн қатыпты: «Анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылықтарыңның шеті де, шегі де жоқ екенін, оны өтеуге менің барлық ғұмырым жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен, менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарыңның барлығын өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын». Кәрі бүркіт сонда ғана көкірек кере терең дем алып: «Біздің әулет аманатын алға апарар, қыран деген атқа лайық бола алар ұрпақ туылғанына көзім енді жетті» деген екен. Енді оқушылар, осы өздерің тыңдаған мәтін бойынша осы тест сұрақтарына жауап берулеріңіз қажет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.